P2P арбитраж деген не? P2P деген адамнан адамға деген мағынаны білдіреді. Бұл жай ғана способ оплатаның бір түрі. Мысалға, интернет оплата, ол бір түрі. Одан бөлекте жаңа перевод, QR-код арқылы деген сияқты. Олардың да бір оплатаның бір түрі. Яғни адамнан адамға деген жаңа способ оплата. Яғни солай. Жалпы одан бөлек арбитраж деген ол есептеу, өлшеу деген мағынаны білдіреді. Яғни өз ақшаңызды есептеп, үстіндегі пайдаңызды өлшейсіз. Яғни есептеу, өлшеу деген мағынаны білдіреді. Ал арбитражбен қалай табыс табуға болады? Қалай жұмыс жүреді? Процесс қалай болады? Сіз арбитражник болып объявление бересіз, сатып аламын деп. 1000 USDT, яғни 1000 USDT деген ол $1000-ға тең. $1000-ды 1000 USDT-ді сіз 450-ден сатып аламын дейсіз. Және оны 450 мың теңге болады. Яғни сіз 450 мың теңгені сіз басқа біреуге аударып бересіз. Сіз орнына 1000 USDT аласыз. Сол 1000 USDT-ді сіз қайта 454-ке сатасыз. Яғни 454 мың теңге сіздің каспиіңізға не болмаса басқа халық болсын, басқа да әртүрлі банктеріңізге келіп түсетін болады. Сонда сізде таза пайда бір кругтан 4000 теңге пайда қалады. Бұл жерде қараңыздар, мен сіздерге қарапайым мысалмен келтіріп тұрмын. Бұл жерде 1000 USDT емес, 10 USDT сатып алуыңыз мүмкін. Яғни 450 мың теңгеге емес, білмеймін, 5000 теңгеге, 10 мың теңгеге, 100 мың теңгеге деген сияқты әртүрлі өздеріңіздегі бар суммаларға сатып ала берсеңіздер болады. Не болмаса миллионға, 10 миллионға сатып алсаңыз болады. Бұл жерде ешқандай да ограничение жоқ. Жалпы бір кругтан осылай 4000 теңге пайда қалдыруға болады. Одан бөлекте жалпы мен сіздерге қалай именно осы P2P мен ақша табуға болады, именно қандай процесстер керек, яғни процесс қалай жүзеге асатынын жайлы айтып өтедім. Яғни ол үшін бізге Binance биржасы керек болады. Binance емес, жалпы биржалар керек болады. Келесі видеода мен сіздерге биржалар не екенін айтып өтетін боламын.